Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қарақат тосабын жасаудың жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен қарақатты жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң ет тартқыштан өткіземіз. Мен қарақатты осындай үлкен сорпа ішетін кесемен өлшейтін боламын. 1 кесе қарақатқа 1,5 кесе қант есебінде қант саламын. Арасында араластырып тұрамыз. Және де айта кететіні, мен біраз мөлшерде су қостым. Әйтпесе тосап қою болып кетеді. Оны өздеріңіз шамалап мөлшермен қосасыздар. Қайнағаннан кейін шамамен 10-15 минут қайнатамыз. Бетіне көбігі шығады, оны алып тастаймыз. Және де банканы стерилдеп, қақпақты қайнатып аламыз. Қарақат тосабы дайын. Енді тосапты стерилденген банкаға құямыз да қақпағын жауып қоямыз. Суығанша жылылап орап қоямыз. Бұл тосап өте пайдалы, дәмі де өте жақсы болып шығады. Егер де сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.